Ол 21 жасында патша болды. Тоқта деген сөзді білмеді. Оның әскери жерді қанға бояп, қалаларды күлге айналдырды. Бірақ бір күні ұлы Ескендір қылышпен жеңе алмайтын күшке тап болды. Билемек болған Ескендір мен оның әскері үлкен қатерге, ессіз шөлге кезекті. Алып жүрген сулары таусылып, күннен аяусыз ыстаған сарбаздар бірінен соң бірі аты үстінен қалып шықты. Білмесең, мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген, қақпаңды аш, хабарыңды айт, білдір маған, қорлығым өзін тауып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар, көре алмасаң біреу сен, ондай кісі бұл жерге кірмей десең. Бұл адам көз сүйегі. Мына сүйек қазанның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Қызықты ма? Абай Құнанбайұлы Ескендір поэмасы. 21 ғасырдың соңында жазылып, алғаш рет 1909 жылы жарық көрген поэма. 42 шумақтан тұратын әлемдік деңгейдегі туынды. Мен неліктен бұл шығарманы таңдадым? Шексіз тұтынуға ұмтылған әлемде Абай әділеттік және өркендеу мәселесін алға тартады. Бұл перспектива туралы хикая. Биіктің шыңына шыққанда адамның көзқарасы қалай өзгеретіні туралы баян. Оқиға орны көне Македониядан Жұмбақ қақпаға дейінгі аралық. Оқиға ортасында үш тұлға: Қатығес Ескендір, Дана хакім Арисөзіл және Жұмбақ күзетші. Бар болғаны үш кейіпкер бүкіл адамзаттың қасіретін көрсетеді. Бұл поэма әр қайсысы үшін айна. Ол қанағатқа тәрбиелейді және ескертеді, ұят пен иман болмаған жерде билік бос қуыс қана. Абайдың әр сөзінен ақиқаттың ащы дәмін сезіңіз. Нәпсі мен ақылдың мәңгілік арпаласы. Оқы да өзіңді тап.